Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Менің есімім Алмасбек. Сіздің бұл видеоны ашып, осы сабақты көріп отырғаныңызға өте қуаныштымын. Қытай тілін нөлден бастап үйрететін сабағымыздың алғашқы бөліміне қош келдіңіз. Енді әрі қарай осы каналымызда Қытай тілін үйрететін видеомызды тұрақты түрде салып отыратын боламыз. Сондықтан сабақты бастамас бұрын YouTube каналымызға және Instagram парақшамызға тіркеліп кетсеңіз, сол кезде бірден жаңа видео, жаңа пост салынған кезде хабардар болып отырасыз. Пайдалы білімнен үнемі бірден алып отырасыз. Кеттік, ендеше сабағымызды бастайық. Қытай тілі десе көбі бірден андай қиын тіл, иероглифтер, суреттер, таяқшалар деген нәрсені елестетеді, яғни мынау біз білетін иероглифтерді. Негізі Қытай тілі тек қана иероглифтерден тұрмайды. Ол әуелі иероглифқа өту үшін олардың біз әліппелерін білуіміз қажет, яғни алфавиттерін. Қытай тілінде дәл сондай оны оқи алу үшін өзінің алфавиттері бар, который латын әріптерінен құрылған. Бүгін соларды үйренетін боламыз. Кеттік, ендеше бастайық. Қытай тілі жалпы дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыстан тұрады, тура біздікіндей. Оларда дауыссыз дыбыс 23, дауысты дыбыс 24 болады. Алдымен 23 дауыссыз дыбысынан бастайық. Кеттік, бірден оқып шығатын боламын. Менімен қайталап оқып отырыңыз. Кеттік. Б, П, П, М, Ф. Бұл төрт дыбыс бізде бар дыбыстар, сол үшін ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын. Келесі. Д, Т, Н, Л. Бұл төртеуі тоже бізде бар дыбыстар қазақ тіліндегі. Сондықтан тоже қиын емес деп ойлаймын. Қайттан бір қайталап есіңізге сақтап алыңыз. Келесі. Г, К, Х. Мінекей, алғашқы 11 дыбысымен танысып өттік. Бұлардың барлығы қазақ тілінде бар дыбыс болғандықтан сіздерге қиындық болады деп ойламаймын. Енді әрі қарай келесі дыбыстарға жақсылап мән берсеңіздер. Кеттік, жалғастырайық. Ж. Бұл өте жіңішке оқылады. Ж. Келесі. Ч. Ши. Бұл үш дыбыс, үшеуі де өте жіңішке оқылу қажет. Жи, чи деп оқымаймыз. Жіңішке айтылады. Жи, чи, ши. Мінекей біздегі Х немесе латын әрпіндегі X деген дыбыс қытайша ши деп оқылады екен. Бұларды жақсылап, көбірек қайталап естеріңізге сақтап алыңыздар. Келесі. Олар бізде негізінен бар әріптер. Дж. Келесін қарайық. Ч. Одан кейін Ш. Мынау үшеуінің ішінде Дж мен Ш бізде бар дыбыстар, олардан проблема жоқ. Мынау Ч дегенді көбірек қайталау керек. Ч бұл ағылшын тілінде көп қолданылады, мысалға chocolate, China деген сияқты сол жердегі Ч дыбысы. Оның бағанағы алдындағы мынау Ч-дан айырмашылығы мынау өте жіңішке, Ч болып оқылса, жаңағымыз бізде Ч жуанырақ оқылады. Біреуі Ч, біреуі Ч. Біреуі жіңішке, біреуі жуан. Разницасы осы жерде. Көбірек қайталап жаттығу жасап үйреніп алыңыз. Енді мына төртіншісін қарайық. Бұл біздегі Р-ға ұқсайтын дыбыс, ол Р деп оқылады. Р, яғни ағылшын тіліндегідей. Р деп жуан тілді дірілдетіп дыбысты шығармаймыз. Р деп әшейін жіңішке түрде айтамыз. Мысалға ағылшынша машина деген car, немесе бөлме деген room деген сияқты. Қытайша Р тоже сондай жіңішке айтылады. Р деген сияқты. Көбірек қайталасаңыз үйреніп аласыз. Кеттік, ары қарай келесі дыбыстарға. З, Ц, С,
с. Бұл үш дыбыс тоже бізде бар, бірақ бір жерін ғана ескерсеңіздер, бұл біздегі с-ға ұқсайтын дыбыс. Латын тілінде ол қытайша алфавитінде ц болып оқылады. Ал с болып оқылатыны ол мынау с дыбысы. Осы екеуін шатастырып алмайық, иә? Мынау бізде сей деген ц болып оқылады, с деген с болып оқылады. Разница осы жерде. Және соңғы екі дыбысымыз и, у, и бұл екеуі де бұл жерде дауыссыз дыбыс болып табылады. Мынау бізде төбесі сүртілетін дауыссыз и, ал мынау дауыссыз у дыбысы болады. Мінекей, дауыссыз дыбыстар осы 23 дыбыстан құралады екен. Кеттік ары қарай дауысты дыбысқа көшейік. Дауысты дыбыс қытай тілінде бізде үшке бөлінеді. Бірлік дауысты дыбыс, яғни бір әріптен тұратын, екілік дауысты дыбыс екі әріптен тұрады, үштік дауысты дыбыстар үш әріптен тұрады. Кеттік, қайталайық. А, о, ескерте кетейін, біздегі е-ға ұқсайтын әріп қытайша болып оқылады, иә? Осы жерін есімізде жақсылап сақтап алайық. Келесі. Бұл төбесі түртілмейтін дауысты и. Одан кейін у. Бұл дауысты у. Және соңғы бірлік дыбыс бізде үй болып оқылады. Қайталаймыз. Үй. Бұл бізде осылай оқылады, иә? Көбірек қайталасаңыздар, есіңізде сақтап аласыз, иә? Видеоны жаңа жерін қайта-қайта қойып, қайта-қайта тыңдап, көбірек жаттығу жасаңыз. Кеттік, жалғастырайық. Ары қарай екілік дауыссыз дыбыстар, яғни екі әріптен тұрады. Әй, ей, уей, ау, Бұл төртеуін көбірек тыңдап қайталап жаттығу жасаңыз. Есіңізде сол кезде қалады. Кеттік ары қарай. Оу. Келесі. Йоу. Келесі. Е. Біздегі е дыбыс шығу үшін қытай тілінде екі әріптен құралады, яғни и және ы дыбысынан. Сол кезде е деген дыбыс шығады екен. Келесі. Юе. Бағанағы бірлік үй дыбысы ы дыбысымен біріккен кезде юе деген дыбысты береді. Осы жерін тоже көбірек қайталап тыңдап жаттығу жасап алыңыз. Сол кезде есіңізде қалатын болады. Бастапқы уақытымыз біраз тілімізді сындырып, бұрмалап, жақсы айтуға келтіре алуымыз қажет. Кеттік, ары қарай жалғастырайық. Келесі бізде ар, мен р дыбысы біріксе ар болып оқылады. Ар. Келесі. Ән. Келесі. Ін. Келесі. Ин. Келесі. Уін. Келесі. Үйін. Мынау соңғысында үй дыбысты айтып келе жатып, інмен аяқтаймыз. Үйін деген сияқты. Көбірек тыңдап, қайталап жаттығу жасаңыз. Кеттік ары қарай. Соңғы бізде үштік дауысты дыбыстар, яғни үш әріптен тұратын. Бұлардың барлығының ортақ ерекшелігі бар. Ол ың дыбысы, яғни бізде қазақ тіліндегі бар дыбыс ың, яғни н әрпі мен г әрпі бірігетін болса, ол ың болып оқылады. Кеттік. Аң.
ан, ың, 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 оң, оң. Мінекей осындай дыбыстардан тұрады екен. Жалпы 23 дауыссыз дыбыс, 24 дауысты дыбыс. Осы видеоны қайтадан қайталап көріп, әрбір дыбысты асықпай стопқа қойып, бір рет тыңдап, өзіңіз бір рет қайталап айтып, сөйтіп жаттап үйреніңіз. Және бұл дауыссыз дыбыстардың барлығын міндетті түрде жаттап алыңыз. Өйткені бұл біздің алдағы уақыттағы Қытай тілін үйрену сабағымызға өте қажет болады. Біз былай иероглифтардың бірден өзін үйреніп кетпейміз. Алдымен мынау төбесінде тұрған дыбыстарын, яғни пинйиндерін, бұны дыбыстың құралуы деп айтады, соларды оқып үйренгеннен кейін барып қана иероглифке өте аламыз. Сол үшін бұл әліппелерін жаттап алу өте маңызды. Барлықтарыңызға үй тапсырмасы, бұл дауыссыз дыбыстардың барлығын бір-бір реттен қайталап айтыңыздар. Мүмкіндік болса дәптерге жазып, естеріңізге жаңа қиын болғандарын сақтап алыңыздар. И көбірек қайталап, тура мен қалай айтып тұрмын, дәл солай дыбыстап үйренуге тырысыңыздар. Жақсы достар, ендеше біздің келесі сабақтарымызға кездескенше сау болыңыздар. ютубқа, телеграмға, инстаграмға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.